Сәлем сөздің анасы демекші, армысыздар құрметті дебат сүйер қауым. Мен Атырау облысы, Махамбет ауданы, Ақжайық ауылы, Қызылорта мектебі, Таразы дебат клубының бірінші спикері Рахым Ағырас. Сондай-ақ Проэко жобасының Мені қоршаған әлем ғажайып әлем бөлімі бойынша қатысушысымын. Менің басты мақсатым экологиялық проблемалардың шығу себептерін және оларды шешу жолдарын сіздерге ұсыну. Адамзатқа табиғатсыз өмір жоқ, табиғаттың мұны айтар үні жоқ демекші, осы жерде бізге сұрақ келеді: табиғат дегеніміз не? Табиғат дегеніміз барлық тіршіліктің құтты қоныс мекені, алтын ұя бесігі, бар байлықтың бастауы. Ал табиғат адамзат үшін ең қасиетті қоныс. Менің туған ауылым Ақжайық ауылы. 2024 жылға дейін біздің ауылымыздың экономикасы өркендеп келе жатырған болатын. Бірақ 2024 жылы кенет ауылымызға топан су келді. Ауылымызда жоқ экологиялық проблемаларды туындатқан су тасқынынан кішігірім естелік видеолар. Тарихтағы талай боранда мың жанып мың өшкенбіз. Қашан отпен суға түспедік, бақыт үшін бәрін істедік. Бірлігіміз бойға күш беріп сан сынақты. Қиын қыстау қилы заманда не болмаған байтақ даламда, тарихтағы талай боранда мың жанып мың өшкенбіз. Қашан отпен суға түспедік. Еңбек деген сәбиден таяқ ұстап арқаланған қарияға дейін осы бекетті құруға ат салысып, еңбектігі бәрі жеңбек дегендей осындай үлкен алып бекініс қоры пайда болды. Менің ойымша, күтпеген жерден төтеп берген бұл тілсіз жау біздің ауылымыздың тұрғындарының бірлігін, татулығын және ең бастысы ауызбіршіліктерінің тығыз екендігін бір сипаттап кетуге келгендей. Өйткені бекініс ауыл тұрғындарының еңбегі арқылы салынды. Қарт жайық буырқанған тасын суын үлкен арна арқылы Ақтөбе көліне қарай айдайды. Көлдің толқыны күшейіп, арнасынан асып тасуға шақ қалғанда, оның арты ауыл іргесіндегі сай-саланы суға толтырып, табиғаттың жаңа сынағына айналады. Бірақ мұндағы басты мәселе қырт тұрғындарының қауіпсіздігі мен топырақтың тозуы. Құнарынан айырылған топырақ ана үстінен ажыраған нәресте іспетті. Ол тіршілікке нәр бере алмай, қуарып тіршіліктің тамырына балта шабады. Қара жердің қойнауынан қуат жоғалғанда егін көгермей, мал азығы азайып, елдің ырысы келмейді. Топырақ тозса, жерден береке кетеді, су сіңбей шаңға айналады. Кеше ғана жайқалған егістік пен көк майса дала бүгін қу тақырға айналады. Өзен суы лайланып, құнарсыз жер жарқыраланып, шөлдің табандылығына айналынады. Жердің құнары халықтың байлығы, тіршіліктің құрығы. Оны қорғау болашаққа жасалған қамқорлық, ұрпақ алдындағы борыш. Өздеріңіз байқап отырғандай, топырақ құнарлы, береке мен ырысқа толы. Бұл деп отырғанымыз алдағы уақытта көкөністердің ауылымыздан көбірек шығатындығының басты кепілі. Ауылдың шынайы сұлулығы оның адамдарында. Бір-біріне деген қамқорлығы, еңбекқорлығы мен қонақжайлығы ауыл өмірін ерекше жылулыққа бөлейді. Осындай табиғатпен үндескен шынайы тіршілік бар жерде сұлулық та мәңгі сақталады. Ауыл табиғаттың тынысы, даланың көркі. Оның сұлулығы көкжиекке созылған жасыл жайлауында, самал жел тербеткен көк шалғынында, мөлдір бұлағы мен жайқалған ағаштарында. Таңғы салқынмен құлпыра өскен гүлдер, айналаны жаңғырған құстар үні ауылдың жаны мен сәні екені сөзсіз. Естеріңізге сала кетейін, менің негізгі мақсатым экологиялық проблемалардың шығу себептерін сараптап айтып беру болатын. Менің ойымша, мен сіздерге түсінікті тілде жеткізе білдім деген ойдамын. Ал екінші міндетім бұндай экологиялық проблемаларды шешу жолдарына ұсыныс тастау болатын. Ендеше қабыл алыңыздар. Менің ойымша, ең алғаш су тасқын шешу жолдарында алдын алу шаралары өткізілуі тиіс, және су қоймалары мен бөгеттерін салу міндетті. Өйткені өзендердің арнасын реттеп, судың шамадан тыс көбеюіне жол бермейді. Арналарды тазалау, өзен каналдар мен су ағатын аралықты лай мен қоқыстан арылту.
ормандарды сақтау және ағаш отырғызу. Орман алқаптары суды сіңіріп, топырақты шайылудан қорғайды. Және ең соңғысы ол жерді дұрыс пайдалана білу. Егістік алқаптарын дұрыс жырту, су сіңіретін алқаптарды көбейту. Су тасқыны кезінде жасалатын әрекеттер бірнешеу. Оларды айтып берсем, жергілікті билік нұсқаулығын орындау, қауіпсіз жерге көшу, қажетті заттарды дайындау. Су арналарының бағытын өзгерту. Топырақ үйінділері мен арнайы бөгеттер арқылы суды басқа жаққа бұра білу. Эвакуация жоспарын дайындау. Адамдар мен малды қауіпсіз жерге шығара білу. Үшінші, су басқаннан кейінгі іс-шаралар. Жерді құрғату жұмыстары, су сіңіргіш каналдар жасау, сорғы құрылғыларын пайдалану, содан кейін топырақты қалпына келтіру. Құнарсызданған жерлерге органикалық тыңғыштарды себу. Зардап шеккен аймақтарды қалпына келтіру. Үй-жайларды жөндеу, таза су мен азық-түлік жеткізу. Су тасқынының алдын алу бұл табиғатты дұрыс пайдаланумен және сақтық шараларын ұсынумен тікелей байланысты. Бұл мәселені кешенді түрде шешу халықтың қауіпсіздігі мен сонымен қатар шаруашылықтың тұрақтылығын қамтамасыз ете біледі. Экология біздің ортақ байлығымыз, ал оны қорғау әр адамның борышы. Бүгінгі таңда табиғаттың тепе-теңдігі бұзылып, экологиялық мәселелер ушығып барады. Соның бірі су тасқыны. Ол көбінесе адамның қоршаған ортаға жауапсыз қаралуынан туындайды. Ормандардың кесіліп, өзен арналардағы ластану, климаттың өзгеруі су тасқынының жиілеуіне үлкен себепші. Су тасқыны тек табиғи апат емес, ол адам өміріне, экономикаға және экологияға үлкен зиян келтіруші. Оған қарсы күресу үшін өзен-көлдерді қорғау, су арналарын дұрыс реттеу, орман торғайларды сақтап, көгалдандыру жұмыстарын жүргізу қажет. Табиғатты аялау біздің жарқын болашағымыздың кепілі. Егер біз қоршаған ортамен үйлесімді өмір сүрсек, су тасқыны сияқты апаттардың алдын алуға мүмкіндік аламыз. Тыңдағандарыңызға рахмет.